Жақсы. Үміткеріңіз Аида қалай? Жақсы. Айгерім. Айгүл. Ойба. Бірақ мен сізге айтып, сіз басқаша айтып, неге олай? Шатасып қалдым ғой. Өзім ауырып, больницаға барғанмын. Негізі кеше кездесудің күн еді. Кеше Айгүл ханымның ұлын тастайтын адам болмады. Сол себепті шыға алмай қалды. Сол кездесу бүгін болады. Бүгін болады, иә? Бірақ кеше болмады енді. Болған жоқ кездесу. Иә. Ал жалпы телефонмен сөйлесу, байланыс. Сөйлестік, иә. Бұл кісі жұма күні эфирден шыққаннан кейін байланысқа шықты, қоңырау шалды, барлығын айтты, түсіндірдік. Енді бір-бірімізден виртуалда дейді ғой, солай сөйлесу болды. Негізі Ринат мырза білмейді, кішкене бір ренжішім бар, соны айтайын деп келдім. Негізі Ринат мырза, осы жерге келгелі бері сізге қаншама үміткерлер келіп жатыр, иә, жап-жақсы қыздар келіп жатыр өзіңізбен тағдырлас дегендей. Бірақ енді Бауырсахан бір серьезності байқамаймыз шынымен де. Үйленгім келеді, осы жерден жаңағыдай маған бір әйел керек деген нәрсе сізде сезілмейді сыртқа ше. Өзіңіздің іс-қимылдарыңыздан да өзіңіз байқап отырған шығарсыз. Оны бүкіл халық та көріп отыр да. Міне үміткеріңіз келді, әп-әдемі үміткер келді, кездесу жасамағансыз. Просто бүкіл нәрсе мен ойлаймын, ер азамат егер қаласа, ол нәрсені жасайды. Қаламай ма сылтау айтады деген сияқты. Осы сөздеріңізге басын изеп отыр Айгүл ханым. Жаңа ренжішім бар деп қалдыңыз. Ренжішім бар, иә, әрине. Айта өтейінші, бұл кісі Ринат мырзамен сөйлесу барысында мен мүлдем білдірмедім, айтпадым. Солай дұрыс санадым өзім. Енді осы жерге ақыры мен қадам жасап келгеннен кейін қыздың бір қадамын бұл студияға келу мен шықты, сағат 7:30-ның кезінде хабарласты, видео қоңырауларда болды. Бұл кісілер Айбат мырзаның үйінде болды. Сол күні түнде бірнеше адам бар осы жерде куәгер. Біз прямой эфирға да шықтық бірге. Сол жерде бұйыртса ертең Айгүл ханыммен, яғни есімімді айтып, ауызашар жасаймыз, кездесу болады деп өзінің жанкүйерлеріне солай айтып отырды тікелей эфирде. Яғни бірінші ой кетті. Яғни ертең кездесу болады. Қыз баласы үшін кездесу деген сөз біз үшін дайындық. Оған образ да дайындайсың, оған баланы қалдыратын адамды да дайындайсың. Сондай процесс менде сенбі күні болды. Алдын ала әпкеме звондадым, қызын алдырттым, сестрамның қызын, яғни өзімнің сестренкамды алдыртып, баламды қалдыратын адамды реттедім. Бұл кісі түстен кейін ғана хабарласты. Я сенбі жексенбі демалыс күні жақсылап адам демалу керек. Өзі ұйқысына тұра салып, сразу хабарласты. Ол жағынан мін жоқ. Түсіндіріп айтты, мен демалдым, осындай жарайды. 4:30-ның кезінде хабарласу болды. Бұйыртса 1,5-2 сағаттық жұмысым бар, өзімнің ісіммен, осылай видео қоңыраумен көрсетті жан-жағының бәрін. Содан кейін мен сізге келемін. Бірақ ол сол 4:30-нан кейін сағат 10:30-ға дейін мүлдем жоқ болып кетті ортада. Мен бірақ оянып алғам, киініп алғам, сестренкам үйіме шақыртып алғам, дайындалып отырдым. Қоңырау шалынды, мен соткамды ауыстырып жатырмын, 15 минуттан кейін маған хабарлас деді. Өйткені мен номерім керек қой, енді өшіп кетеді, жаңа телефонға ауыстырғаннан кейін. Хорошо, мен 15 минуттан кейін жаздым. Бұл кісі бірақ сол түстен кейін жоқ болып кеткен уақыттағы бүкіл процесті айтып берді. Денсаулығына байланысты жаңағындай давлениесі көтерілген екен, мұрны қанаған екен. Яғни сол орталықтың бәрін түсіндіріп берді маған сенбі күні. Жарайды, жақсы. Бірақ анандай болады ғой, адамда көңіл қалу деген шамалы менде болды. Мына жерде айтсам біреу сенер, біреу сенбес, бірақ 5 жасар баламның өзі сен бір жерге кетейін деп жатыр едің ғой, неғып жүрсің үйде деп айтты маған. 5 жасар баланың өзі. Өйткені мен оған ескертемін, мен онымен тікелей сөйлесемін. Мен қазір кетемін бір жерге, міне әпкең отырады сенмен деген сияқты сондайлар болды. Одан кейін жексенбі күнге оралсақ, жексенбі күні де түстен кейін хабарласу, видео қоңыраулар барлығы болды. Бірақ сағат 5-тен 50 кеткен шамасында болу керек, ауызашарға 10-15 минут уақыт қалған, кездесеміз ба деп маған сұрақ қойды. Бірақ кездескісі келетін адам алдын ала ұйымдастырып, реттеп, ыңғайын білдіріп, осындай жерге нақты барамыз деп маған айтар еді ұсынысын. Ол кетті, одан кейінгі сәл сол жерде мен айттым, мен сестренкамды қайтарып жібердім. Сізден бүгін күні бойы хабар болған жоқ. Мен сондықтан ұстамадым сестренкамды, ол кісі үйіне қайтты. Қазір мен баламды қалдыратын адам жоқ дедім. Енді қазір өзінен сұрарсыздар, бірақ мен дәл барлығын айтып беріп отырмын. Сонда да көңілін қимадым. Мен қазір сестрама қоңырау шалып көрейінші деп ол вариантты да көрдім. Бірақ ол кісілер ауызашарға кетіп қалған екен. Сонымен мен жылы жауып жай ғана қоя салдым, қалдым.
Өте ыңғайсыз жағдай. Иә, одан кейін ең маңызды мәселе, мен осы жерге шығуыма түрткі болған, мен бұның барлығына түсіністікпен қарай аламын. Өйткені өмірде түрлі жағдайлар болады, жаңағындай денсаулыққа байланысты. Мен мысалы баламды қалдырамадым. Былай айтқанда тепе-тең болып тұрмыз да, мен түсініп жай ғана қоя салуыма күні сағат 11:30-да мен саған соғайын ба деген жазу өтіп кетті мен арама. 11:30-да мен Қарасай ауданында тұрам. Сонда бұл кісі маған 12:30-да келе ма? Мені 12:30-да қайда апармақшы? Бай уақытты есептесеңіз. 11:30-да бұл кісі жазады, мен я кел десем, сонда 12-ден өте келеді, мені кімге теңеп отыр деген нәрсе маған өтіп кетті. Переписканың өзінде де бар да, просто 11:30-да как так можно мені бүгін көріп отырған адамға жазуға. Мен жұма күні келіп отыр, мен жұма күні сондай сообщение аламын, мен соған лайықтымын ба? Түсініп тұрмын ситуацияның барлығын. Ринат, тыңдап тұрмыз. Енді бауырсалған былай болады. Негізі мен суббота күні ауырып қалдым ғой. Бірақ сол күні маған инстаграмға мен ауырдым, айттым. Бір ай ауырдым, мен давлением көтерілді. Больницаға бардым, системамды алдым. Енді кешеден бері бір сұрақ қойғандай, өзіне де кеше айттым. Негізі таңертең сәресіне звондап оятқан кезде. Иә. Айта беріңіз. Маған бір әйел адам жазады. Тоғжан есім Бақуды. Бұл кісі соның күйеуімен сөйлескен. Әйелі бар, ер адаммен сөйлескен. Деген ақпарат келген бұл кісі. Ол негізі маған кеш емес. Сол субботтан воскресенье қараған түнде келді ғой. Сіз сол Қыз баланы ондайға не істемейсің ғой, может, андай бір енді жала жауып тұрған сияқты болып көрінді та маған басында. Мен жайлап андай, шет жағасын тексере бастадым. Не үшін, қалай деп. Ол кісі бір жауап береді, бір жауап бермейді андай енді. Инстаграм көп ашпай шығар. Сол кеше түнде полный жазды андай қылып. Не деп? Сөйлескендер рас екен негізі. Енді балаусақанмен жауап берсем болады ма? Өзіңіз айттыңыз ба, Айгүл? Өзіңіз айттыңыз ба? Жоқ. Кеше кешкісін, түнде яғни мен сәресіне оятқан кезде мен бұл кісіге барлығын баяндап бердім. Тоғжан ханыммен де сөйлестім. Ол декабрь айында болған оқиға. Ол кісінің жолдасына мен жаңағы Қызылорда мен Алматының ортасында жүретін Альфард машинасы зат салып жіберемін. Содан кейін мен номерім қалып қалады, ол кісіде жаңағы затты апарып бергенге дейінгі. Одан кейін жазады, ол ажырасқанмын деп айтылады. Маған тек қана сообщение жазылады. Танысу барысы, қалайсың, жағдайың қалай, атанаң қалай, балаң қалай деген сияқты. Мен ештеңе жасырмай солай айтамын. Өйткені мен балам бар, осындай тұрмыста болғанмын деген мәселені. Ол кісінің кавычкадағы сөзі ажырасқанмын деген. Яғни мен оны ары қарай тексермегенмін ғой. Ол кісі на самом деле ажырасқан ба, отбасылы ма, Сізді алдады. Сізді алдады сонда. Иә, солай болып тұр. Және ол кісінің әйелінің өзінің мойындап тұрған жері де бар да, бірнеше әйел кісімен қатар сөйлескен, оның да скринін маған жіберді. Осы бүгін түнде жіберді. Осылай ол негізінде солай семьясын алдаған, бірнеше қыздармен қатар сөйлескен, өзі үйден шықса бойдақ сезінген деген болған. Иә, менің сөйлескенім рас, переписка болғаны рас, мен оны мойындай алам. Бірақ мен кездескен жоқпын ол кісімен. Кездеспедіңіз бе? Жоқ, жеке шай үстінде кездеспедім, мен ол кісімен қалған жоқпын. Бірақ переписканы дау қылып тұрда, және сіз енді осы эфирге шығып отырсыз, мен айтам, жарайды айтыңыз, бірақ енді ол жерде ол кісінің жолдасының өтірік айтқанын мен қайдан білем, және ортада қаншама километр жатыр, және жай ғана переписканың арқасында. Ол жерде бірнеше қыздың суреті тұрда, жолдасы сөйлескені. Мен Ринат мырзаға айтамын, осындай ашуланып, жарайды, жақсы айтыңыз. Бұл кісі маған хабарласқан кезде ол кісі WhatsApp желісі арқылы, яғни оның барлығын қайдан біліп отыр, жолдасының соткасын тексеру кезінде тапқан екен. Кісінің отбасылы екен білген жоқпын. Және ол кісінің өзі де Тоғжан ханымның айтып жатыр, сіз неге зерттемейсіз дейді. Даже сізден кейін тағы бір сөйлескен бірнеше қыз бар екен. Олар TikTok желісі, Instagram желісі арқылы сол еркекті зерттеген и әйелін тауып алған ғой. Кетті, ол желтоқсан айында болған нәрсе. Егерде сіз өмірде ол жанмен кездескен болсаңыз, басқа әңгіме мен Алла алдында да, адам алдында да ақпын, ол кісінің жолдасымен кездеспегенмін. Сіз кездескен жоқсыз, сабыр сақтаңыз. Барын айтып отырсыз, ашық. Сенбі күні деп шамалы өтіріп кетіп қалған сияқты болды. Ринат, сіз естіп тұрсыз, түсініп тұрсыз, барлығын түсіндіріп берген, тіпті қашпаған ештеңе. Жоқ, мен қашып жатқан жоқпын.
сол кісінің енді андай мысалға любой мысалы балалар отыр ғой міне мысалы бір қызбен сөйлесіп жүрсе сол қыз туралы андай не жағдай келіп жатса любой ер адам ойланады. Үш күн ойландыңыз ба? Қалай болды? 2 күн ойландыңыз ба? Кеше келді ғой смс. Жексенбі күні келген ғой. Кеше келді. Баласахан. Бірақ сіз кешкілік уақытта шақырдыңыз. Ауызашарға жақын кездесейік деп. Ол апа Келісеміз ба деген әңгіме болды. Апама звондап көрейін деді. Апама деген, сестрама деген. Иә. Звондап көрейін десе шамалдан кейін айтты, не бос емес, апашкілерім неге кетіп қалған деп. Енді Ринат, мен енді түсінбеймін, мәселе жоқ. Сізге қарасақ бір өзіңіз кездескіңіз келмейтін сияқты. Иә, мен тартылыс сезбедім, Балауса ханым, ренжімеңізші сөзіңізді бөлсем. Балауса ханым, сезбедім, және Аида ханым сіздің айтқаныңыз рас дүние сияқты. Жұма күні айтқан ойыңыз жауапкершіліктен сәл қорықты ма, жоқ әлде мүмкін өзі дайын емес болды ма? Бұл жерде жұма күні андай ой айтқан Аида ханым, жаңағы тұрмыста болған баласы бар келіншекке жалпы сіз дайын емес сияқтысыз деген. Ол енді жеке пікірім, бұл кісінің жекесіне өтіп жатқан жоқпын. Мен мүмкін аяқ тартып қалу процесі болуы мүмкін ғой адамда, яғни ол кісі бір баласымен келіп тұр, сізге двойной жауапкершілікті артып тұр. Сол нәрседен сәл ғана аяқ тартып, бұл кісі кездесуді ұйымдастырғысы келмеді ме? Мен вообще жамандыққа қиып тұрған жоқпын бұл кісіні. Бірақ қанша жақсы ойлайын десем де, сол жай ғана бір 11:30-да жазған смс-і түрткі болды да осы жерге шығуыма. Басқа жағынан мен түсіністік танытуға барынша тырысып отырмын. Білмеймін енді. Менің ойымша Ринат уақытқа да қарамай жаза салған болар деп ойлап тұрмын. Бәлкім енді жазайын деп, халім білейін деп Ринат өзіңізден сұрайын? Жоқ, енді ода тұрған, мен ондай жаман ойда болған жоқпын да, просто именно сол уақытта мен сол жерге жақын жерде болдым. Может, шамал жүріп қайтайық деген сөз шығар ол. Оға тұрған ештеңе жоқ сияқты. Мен лишний раз басқа лишний ештеңе жазған жоқпын ол жерде. Біздің Ринаттың өзінің кінәлі сезінетінін сразу білеміз да. Бірақ та оны мойындағысы келмейді, бірақ та өзі кінәлі екенін біліп тұрады. Өзі ортаға шыққан кезде өзі кішкене желе кетіп, өзі кішкене басқаша Ринат болып қалады. Одан кейін менің кішкене ауырын қарағаным бар, ауырып отырмын деп сәл сылтау айтып қалатыны бар да. Бірақ та өзі кінәлі екенін біліп отыр. Бірақ кішкене гордостьпен ба жібергісі келмей отыр. Негізі Ринат сен өзің ойламайсың ба, кішкене құтырып кеттім деп ойламайсың ба соңғы кездері? Жоқ, мен айтайыншы до конца. Негізі олай ойламайсың ба, қатты кетіп қалдым, сылтауым көйіп кетті ау соңғы кездері деп. Өйткені сен соңғы үміткердің, үш үміткерінің үшеуіне сен дұрыс кездесу ұйымдастырмағанды білесің ғой негізі өзің. Неге? Мойындай алатын шығарсың. Неге кездесу ұйымдастырмадың? Сен осыған дейінгі үміткеріңмен бір естіріс кездесу ұйымдастырдың ба? Мен де қазір пландарым шығып жатыр. Мен үлкен шаруаның басында жүрмін. Шешіп алайын, мені бір 10 күн күтші. 10 күннен кейін бәрі дұрыс болады деп айтқан есіңде ме? Кездестім ғой мен онымен. Мен бүкіл үміткермен кездесуім бар. Саған өзі 3 үміткер келді. Бәрімен кездесу бар деймін, бәрімен. Жоқ, енді бір жерде барып біледі деп ойлаймын. Неге сен келген кезде айтқан сен болатынсың. Мен бір келсе бір айдың ішінде үйленіп кететін адаммын деп. Жоқ, сен ойлайсың ғой деймін, қосылайықтың мақсаты келесінде мен артқа келіп, әркімнің артын ашып отырсам, болды, маған сол нормаль деп ойлайсың ғой деймін. Мақсаты үйленіп кету ма, соны істе сен. Отырасың да ана жақта болып, андай екен да сен Айбаттың үміткеріне баратын кезде уақыт табады екенсің, үміткермен кездесетін кезде. Барыс үшеуің бірге баратын кезде уақыт табады екенсің да сен. Или ол кезде Айбатпен барыс босамай қалдың ма баратын кезде үміткеріңе? Қай күні? Сол үміткеріңе баратын кезде сен мен саған адам осы айтып тұрмын, Бекзат, мен аттыр суббота күні ауырдым деймін. Еммисиянымды ақталып отпаймын ғой. Дәл осы күнге ғана байланысты айтып отырған жоқ, жалпы осының алдында болған Бибігүл деген үміткеріңіз болды, иә? Соған байланысты да ол кісіде де реніш болды сізге. Үміткеріңіз екінші рет келіп тұр, бұл кісіде де реніш бар. Неге деп сұрап жатыр. Нағыз махаббатты көрсетемін деген жалын қайда? Сіз бір сылтауыңыз көбейген сияқты дегенге келтіріп тұр ғой? Мәселен, бұл жерде сылтау емес, Балауса ханым. Любой ер адамға андай SMS келсе, любой ер адамның тауы қайтады. Керек болса енді шешілді ғой мәселе, бұл кісі түсіндіріп айтып берді, жоқ болып кеткен жоқ. Сағыңыз сынып қалатындай ситуация болған жоқ қой? Бұл жерден Балауса ханым түсінсіз ба? Бұл кісі былай айтады. Ал анда жаңағы жазып жатқан Тоғжан деген ханым вообще басқаша әңгіме айтады. Түсінсіз ба? Жақсы, онда келсін. Есімін атамай-ақ қояйық. Оны ары қарай қазбалау да керек емес, бірақ менің ойымша ситуация түсінікті болып тұрған сияқты. Бұл жерде мәселе сіз ұнатып, мен жұп болайын деп жатырмын, осы ақпарат келіп қалып, бір кедергі жасап, қалайша мені алдадың деп жатса, бір
мен түсінемін, соңына дейін мен біліп алуым керек дегендей. Екінші күні келді, ешқандай да әлі тіпті кездесу де болмаған, танысу да болмаған. жерде сол жұма күннен бастап айтайықшы, біз бірге болдық қой, тамақ жасаған кезде шықтық, бір көлікте кетіп бараттық. Ринат звондап сөйлесіп баратқан болатын. Одан кейін де кеше де сөйлестім Ринатпен, алдың күнде сөйлескен кезде, міне кездесу не болды деп сұраған кезде Ринат айтты маған, үміткердің қол босамай жатыр деп. Жарайды деп. Қазір мен ойлаған жоқпын, осындай әңгіме болып жатыр екен деп. Негізі сен ондай болса, мені де алдып отырсың ғой, Ринат. Үміткердің қол босамай жатыр деп. Үміткерді мысалы тыңдап қарасақ, үміткердің мысалы ренжісі қазандай болып тұр саған деген. Сен жай ғана бір болмайтын бір дүние, бір ақпарат келді екен деп, соған бір кездесуге шақырмаған. Наоборот, сол ақпаратты анықтау үшін барып кездесіп, соның басын ашып алғаның дұрыс па деп ойлаймын. Кешегі сторис жайында маған бүгін таңертең сұрақ келді. Жалпы енді ақпараттардың желісінен біліп отырмыз кездесу болмағанын, бірақ неге соңғы сторисында Жансаяны салып қойған деген сұрақ желісінде. Жақсы, мен эфирге барғасын сұрайын дедім. Басқа не айтам? Және де сұрақ. И ол жерден де махаббат өлеңі тұрда астындағы комментарийларды оқып шықтым. Енді ол кісілер таныстықта қазір неге именно таныстығы бар адамның видеосын қойып қойған деген сұрақ жай ғана. Просто ол маған көрерменнен келді. Соны сұрап біліп берейін деген ой. Ринат? Білмеймін, тек әжен қойғым келді, қойып қойын болды. Бауырса ханым? Қызық екен. Оның астарында бір мән бар сияқты деп тұрда, көрерменнің сұрағы астында бір мән бар сияқты деген тұспалды сұрақ жіберді. Сіз айтып кетсем бола ма, рұқсат болса? Енді үміткер ханым, қош келдіңіз, көргеніме қуаныштымын. Енді алдында Ринатты кәдімгідей мақтап едім, енді мына жерде енді шынымен де ұят болған екен. Ең құрмағанда сені сыйлап келген екінші. Бірақ енді бір сұрақ, мен де историядан көрдім да, енді неге мен ұсыныс жасаған кезде бұлардың бәрінің шабыт ашты. Менің алдында жүрді ғой, сол кезде история салып, именно таныстық бастаймын, сол кезде жаңағы жігіт. Сол кезде қаратып алмады ма дейсіз? Иә, сол мен таныстуға шақырдым, одан кейін бәрі историяға салып, жаңағыдай бастайды да. Оның алдында уақыт болды ғой сендер. Дәулет, ол сол кезден бастап салып жүр ғой негізі, Жансаян білесің ба? Ол бірінші рет емес, уже 4-5 рет салынған ол дүние. Шынымен де Баласахан мен енді Рәке, саған бір сұрақ мүмкін болса. Сол суретті, историяны қандай мақсатта салдың мысалға? Қызғандыру үшін ба? Ешқандай да мақсат емес, оны қате түсінбе. Жаңадан түсірілген история болса, бір жөн сен постыңмен салып болған, ең астында тұрған нәрсені қайттан бүйтіп шығарып болғансың да? Сенің үміткерің бар, ең құрмағанда жарайды мені қойшы, үміткерге сыйласы қайда енді? Ол жерде қосын басқа ондай лишний ештеңе жоқ сияқты ғой. Рәке, бұл жерде бар ғой, бір ғана себеп бар сенде, үміткерден құтылудың мақсатында салған сияқты. Енді осылай қызғандырасың, айтып отыр ғой, үміткер ханымда мына суретті неге салды, маған ұнамады деп отыр. Мен бұл кісіні кәдімгідей ер азамат ретінде танысып көруге келдім, бұл ер азамат басқа бір қыздың историяға салып отыр. Айтарын білмей отыр ғой. Жарайды, ол стористі қоя берші деймін да. Білмеймін, енді бәрі көрген шығар, енді сізде бой болды, анау болды, мынау болды деген сияқты. Сол кезде бір әңгіме айтылып қалды. Бір конференцияда мен сол қыз үшін барғанмын, сол қызға типа үйленемін деген сияқты ма? Сондай бір әңгімелер болған негізінде. Білмеймін, енді сол қызбен жанында отыру бір мақсатым деген сияқты қылып, сондай бір жауап келтірген болатын. Ал сол нәрсеге сіз қалай жауап бересіз? Мысалы, ол нәрсе мен вообще түсінген жоқпын негізінде ше. Мен естімеппін тіпті. Қалай дейсің? Бір қыздың ұнатамын, және сол қыздың жанында отырып, түбі сол қызға үйленемін. Сол қыз үшін келдім деген. Бір қалай болды, уже әлжер. Жоқ, енді қараш, сенің бүкіл нәрсең совпадение болып жатыр. Сондай әңгіме болады. Одан кейін сторисқа саласың. Мысалы, қарап тұрсаң, мысалы, сенде бір бұрынғы таныстықта болған нәрсе, адам бір еркек сторисқа салып қойса, сенде бір түрлі боласың ғой, сұрақ келеді ғой. Бұл не үшін салып қойды деп. Өйткені біз білетін Ринат конкретно по факту Жансаямен жүрген кезде ғана Ринатты көргенбіз біз. Одан кейін мен Ринатты көрген жоқпын. Қанша үміткер болды, не болды? Жансаямен кәдімгідей жүрді, күнде кездесу болды, сыйлықтан сыйлық болды, дұрыс қой. Мен ойлаймын, типа Жансаяны әлі ұмыта алмай, либо бір жібере алмай жүрген сияқты менің ойымша болды. Иә, осы тұста айтқым келеді, онда халықтың неге уақытын алады деген. Иә, Жансаяға ұмыта алмай жүрмін. Жоқ, мойындай білуде ерлік, талғамға талас жоқ. Нат? Уақытымды құртпайын деген ғой. Жансаяның үміткері бар, таныстықта жүрген жан. Андай ғой Балауса ханым. Когда Жансаяға арамызда жүрді ғой, үміткері болған жоқ. Онда ештеңе білінбейтін. Ринат мырза, сізге көмектесіп кетейін ше? Кеше мына үміткер ханым келді ғой, Айгүл. Мен сырласу бөлмесіне отқанмын.
сол жерден бастап Сол қиындық кезде- болды бұл кісіге. Мен бұл Айгүл кісіні ханым, қолдап тыңдап кетейінші. алайық. сол кезден бастап қатты дейді. Солай. Бұл өзім айырылып қалдым деген сөз ба? балаусақаным бола ма? Андай болады ғой балаусақаным адамда. Қалай түсіндіруге болады? Қасыңда жүргенде күліп ойнап андай ештеңе байқамайды екенсің да. Бірақ сол қолыңдағы зат, қолың жетейін тұрған затты біреу жұлып кетсе, емін сол мықты ауыр тиеді екен. Рәкел, сен мына жерде бар ғой. Ринат, Бір сіз Жансаяға қолыңыз жетейін деп тұр ма еді? Білмеймін ғой, енді бір жерде отырғасы андай ғой, жаныңда жүргесін андай көп сезімін айтқың келеді, бірақ айта алмайсың. Оның бір андай көңіліне тиіп қалатындай, бір ренжітіп алатындай болып қаласың да, бірақ андай қолынан ұшып кеткен кезде ол дейді андай сөзбен айтып жеткізе алмаймын болса. Сұрайыншы мен, барыз. Сіз доссыз ғой. Күнде қасында жүрсіз. Сізбен де осылай сырласа ма? Иә, бұл мен қатысушы болып келгеннен басталған әңгіме. Мен айтайын деп отқан болатын, қазір енді Ринат менен бұрын мойындап қойып отыр ғой. Келгеннен бастап мен негізі Жансаяны жақсы көремін деген болатын. Бірақ сен келіп қалдың ға, сен сөйлесіп жүрсің, Жансая звондап жатыр ма деген сияқты. Мен айттым, жоқ, мен Жансаямен сөйлесіп жүрген жоқпын, біз ешқандай бір қарым-қатынасымыз жоқ, қатысушы ретінде ғана араласамыз деп. Иә, ол дүниені мен білетім, Ринаттың айтып отқан әңгімесі 100% айтсам айтсам болады ма? Рас дейді. Айтсам болады ма? Иә. Біз сырласу бөлмесі, Дәулет мырза, ренжімеңізші. Сырласу бөлмесінде отырған кезде Дәулет мырза ортаға шықты, әдемі сөйледі. Біз сол кезде сөйлесу барысында отырғаннан бастап, отключение бұрын Жансая ханым үміткер болып келген білмейді екенмін. Өз аузынан естідім. Және екі көзі тек эфирде болды. Ол жақта жаңа телевизор бар ғой. Сол жерге қарап отырды. Түрі тек қана жиналып қалыпты. И адам андай қобалжыған кезде терлеу, тұтығу процесі болады ғой. Бұл кісі қатты терлеп кетті. И мен андай жарайды енді деп мән бермей қоя салдым, бірақ енді бүгінгі процестердің барлығы оказывается сол кезден бастап өкініш болып, сол кезден бастап андай желаниенің болмауы да мүмкін сол себепті шығар деп тұрмын да бұл кісіде. Денсаулығының күрт төмендеуіне де сол әсер еткен шығар. Давление жайдан жай көтерілмейді, давление деген қобалжудан, уайымнан көтеріледі. Қатты қабылдаған шығар. Мен бұл кісіні кінәлап тұрған жоқпын, жай фактын айтып тұрмын. Диагноз қойып тастадыңыз, сіз қан қысымы көтерілетіндей махаббат бар ма, Ринат, ішіңізде? Яғни Жансая жүректен орын алып қойған үлкен сезім иесі болып тұр ма қазір? Дәл солай. Енді сіз қызық екен, сіз 20-дағы бала емессіз, сіз мен ойлаймын, нағыз сезіммен махаббатты, жай ғана қызығушылық дегенді ажырата білесіз сіз. Және ақылмен айтып отырсыз деп ойлаймын.